Қазақстанда судья емес, жасанды интеллект шешім шығара ма? Азаматтық әкімшілік экономикалық сотта соңғы нүктені жасанды интеллект қояды деген рас па? Жоғарғы сотқа сауал жолдап осы сұраққа жауап алдық. Жасанды интеллекттің судьяға кеңес бергені шешімге әсер еткені ме? Ал мұны австралиялық сарапшыдан сұрадық және отандық адвокатпен сөйлестік. Саламатсыз ба, сіз NoFake жобасын көріп отырсыз. Арнамызға жазылыңыз, тақырыпқа қатысты ой қосыңыз. Сіздің пікіріңіз өте маңызды. Қазақстанның сот жүйесі цифрлық трансформациядан өтіп жатқаны рас. Жасанды интеллект дегенде бірден мына кейс еске түседі екен. 2 жыл бұрын Астанада болған жол көлік оқиғасына қатысты процеске жасанды интеллект араласты. 7 көлік соқтығысқан, тараптардың келісімімен осы істі робот қарайды. Нәтижесінде әдетте 3 күннен 10 күнге дейін созылатын процесс небәрі 10 минуттың ішінде аяқталған. Робот деректерді өңдеп, шешім жобасын дайындады, ал судья оны тексеріп қол қойды. Соңғы кезде адам тағдыры да техникаға тәуелді болып қалды деген пікір жиі айтылып жүр. Мүмкін осындай істерді естіп, жұрт Қазақстанда қазір судья емес, жасанды интеллект шешім шығарады деп ойлайтын болар. Біз жоғарғы сотқа сауал жолдадық, жауабын сәлден соң тарқатып айтамыз. Әлемде сот жүйесін толық цифрландыру бойынша Қытай көш бастап тұр. Ақылды сот деп аталатын арнайы жүйе бар. Азаматтар сотқа бармай-ақ мессенджер арқылы арыз береді, жасанды интеллект арызды тіркеп, ол дұрыс толтырылды ма және скриншот, электронды келісім-шарт, видео сияқты дәлелдер негізді ме, соны тексереді. Онлайн сотта экранда адам емес, виртуалды судья аватар шығады. Ол тараптардың құқықтарын түсіндіреді, сұрақ қояды, жауапты талдайды. Жасанды интеллект жүйесі ұқсас істер мен ұқсас үкімдер принципі бойынша миллиондаған архивті істі талдап, шешімнің жобасын дайындайды. Ол күдіктіге қандай жаза немесе айыппұл салу керек екенін есептеп шығарады. Жұмыстың көбін жасанды интеллект атқарса да, заң бойынша соңғы шешімге судья қол қояды. Егер судья жасанды интеллекттің шешімімен келіспесе, оның себебін жазбаша түрде түсіндіруі тиіс. Жүйе негізінен онлайн сауда, авторлық құқық, несие, тұтынушы құқығын қорғауға қатысты істерді қарайды. Ал ақш компас жүйесін пайдаланады. Бұл бағдарлама күдікті болашақта қайта қылмыс жасау мүмкін бе деген сұраққа жауап іздейді. Судьялар сол мәліметке сүйеніп қылмыскерді кепілдікпен босату немесе қамауға алу туралы шешім қабылдайды. Осы жерде мынадай сұрақ туады, кеңес беру мен шешімге әсер етудің арасында қандай айырмашылық бар? Австралия мен Жаңа Зеландияда соттарға жасанды интеллектті қолдану жөніндегі ресми нұсқаулықтың тең авторы, заңгер әрі зерттеуші доктор Felicity Bale'ден сұрадық. Different types of AI. Өте орынды сұрақ. Меніңше ақшта компастың сотта қолайлы болуы мынаған байланысты. Егер судья барлық ақпаратты және жүйенің болжамын, басқа да жағдайларын ескерсе, онда бұл қабылдауға тұрарлық. Бірақ судьялар жалпы адамдар жүйе ұсынған кеңеске қаншалықты жиі қарсы шығады. Менің зерттеулерімнің бір бөлігі осы мәселеге арналған. Елестетіңізші, жүйе шағымның 90%-ын негізсіз деген ұсыныс береді. Сіз 10%-ті зерттейсіз бе, әлде автоматты түрде жүйе дұрыс айтады деп сенесіз бе? Бұл жерде адам еріксіз когнитивті дағдылармен алгоритмге бағыну мүмкін. Ал қазіргі құқықтық жүйенің басты айырмашылығы адам шешім қабылдайды. Доктор Бейл сыни көзқарасқа, сыни ойлауға көңіл бөлді. Ертең судьялар жасанды интеллект дайындап берген жауапқа сүйеніп шешім шығаруды әдетке айналдырып алса, мүлде ойланудан қалмай ма деп қауіптеніп отыр. ақш-тың компасына ұқсас жүйе бізде де бар. Сот кабинетінде жылдар бойы қаралған мыңдаған істің сот актілер сақталады. Арнайы жүйе сол тәжірибеге сүйеніп, арыз шағымды алдын ала анализ жасайды, болжайды. Сот кабинеті арқылы апарылған кезде бір жаңадан анализ беретін жаңашылдық ашылған сотта. Мысалға, талап қоюшы өзінің уәждерін келтіре отырып, жинақталған дәлелдемелермен қоса сот кабинеті арқылы осы азаматтық істі тіркеу жөнінде өтінішпен жүгінеді. Артынша сол іс тіркелгеннен кейін, ол өндіріске қабылданғаннан кейін, онымен қоса осы жасанды интеллекттің немесе олардың өздерінің сот кабинетінің базасы арқылы бір анализ жасалады да, мысалға сіздің ісіңіз 85%-ға жаңағы талап қойылыңыз бойынша бас тартылған деп. Бірақ бұның өзі мысалға біздің сенім білдірушілерге болсын, оның өкілдеріне болсын, қандай да бір
ары қарай істің өрбуіне бір сенімсіздік пайда болады да, алдын ала сізге осындай анализ беріп тұрғаннан кейін. Яғни сот кабинетіне шағым қалдырған соң автоматтандырылған жүйе болжам жасайды. Бұл судьяның уақытын алмау үшін, адам өзі де ұзақ күтіп қалмау үшін қажет. Сотта жеңілетін не жеңетінін жобамен алдын ала біліп отырасыз, ал алгоритмдік қате кетуі немесе деректердің бір жақты қаралуы мүмкін бе? The reason that a program Жүйе қателесуі мүмкін. Бұл судья басқа да құқықтық шешім қабылдаушы тұлғалар үшін үлкен мәселе. Заңгерлердің сотта жоқ прецеденттерге немесе ойдан шығарылған заңнамаға сілтеме жасағанын көрдік. Көп жағдайда сот мұны анықтап генеративті жүйенің бұл материалдарды жай ғана ойлап тапқанын, олардың өмірде болмағанын көрсетеді. Бірақ мұндай қателер байқалмай қалып, сот шешіміне еніп кететін кездер де болады. Екіншіден, адамдар сотқа сенбей қалуы мүмкін. Бұдан бөлек технологияға сүйеніп, судьялар мен заңгерлер біртіндеп кәсіби аргументация мен сараптамалық деңгейін жоғалтып алуы мүмкін. and that includes Австралиялық заңгердің ойын жалғастырайын, доктор Белл жасанды интеллекттің сот жүйесіне әсерін де айтты. Ол былай дейді: зерттеулерге сүйенсек, егер судья үкім кескенде немесе шешім шығарғанда жасанды интеллекттің болжамына сүйенсе, кейбір адам процестің әділдігіне күмәнданады екен. Керісінше, мұндай шешімдерді әділдірек деп санайтындар да бар. Олар жасанды интеллект көптеген факторды ескеріп, объективті түрде саралайды, сондай-ақ адамға тән когнитивті бұрмалау болмайды деп есептейді. Өйткені зерттеулер көрсеткендей, тіпті судья да бір жақты шешім шығаруы мүмкін. Бұл халықаралық зерттеулер нәтижесінен түйген ой. Қазақстанға оралсақ, біздің сот жүйесінде жасанды интеллекттің элементтері енгізілгенге дейін шешімдермен қазіргі шешімдердің мәтінінде айырмашылық бар ма? Енді қазіргі таңда ашық айтылып жатқан жоқ, жасанды интеллект арқылы сот шешімдері, сот актілері қабылданып жатыр деген. Бірақ ол болашақта негізі бар, сондай жоспар. Шешімдер адамның жазғанындай болып көрінетін. Қазіргі таңда мысалға барлық идеалдық тұрғыда жазылатын болған шешімдер, сот актілері. Сондықтан адамның жаңағы көрінеді ғой. Біз өзімізде мысалға талап қойды, өзіміз өңдеп дайындаған кезінде де оның адамның өз ойымен жазған бөлек болады. Жаңа жасанды интеллектпен келтірілген ол тым ерекше әдемі терминологиялармен қолдану арқылы жеткізіледі. Ал адам егер заңгер өзі оны қолданатын болса, оның ішінде кейбір жағдайларда дәл сондай көркем етіп жеткізу мүмкін емес. Сонымен Қазақстанда судья емес, жасанды интеллект шешім шығарып жатыр ма? Азаматтық әкімшілік экономикалық сотта соңғы нүктені жасанды интеллект қоя ма деген сұраққа келсек. Жоғарғы соттың жауабынан түсінгеніміз, қазақстандық сот жүйесі жасанды интеллекттің элементтерін пайдаланады. Сот практикасының цифрлық талдау жүйесі мен сот практикасын зияткерлік талдау сервисінің прототипі сот актілерін талдауға, шешімдердің ұқсастығын анықтауға, талап қою фабуласын қалыптастыруға, тараптардың уәждерін айқындауға және істің ықтимал нәтижесін болжауға мүмкіндік береді. Жобаны пилоттық іске асыру 2025 жылдан бастап бірқатар өңірде жүзеге асырылып жатыр. 2022 жылдан борышкерлердің шетелге шығуына шектеу қоюға қатысты процесті, ал 2024 жылдан жол ережесін бұзғандар арасындағы даусыз әкімшілік істерді робот қарайды. Судьяға жаңа іс түскенде жасанды интеллект оған ұқсас бұрынғы істерді тауып беріп, істің қалай аяқталуы мүмкін екенін болжайды. Қазір Қазақстанда алимент өндіру, қарызды қайтару, шетелге шығаруға шектеу қою бойынша құжаттарды жасанды интеллект немесе автоматтандырылған алгоритмдер дайындайды. Бұл судьяларды техникалық жұмыстан босатады, бірақ соңғы шешімге қол қоятын, жауап беретін судья. 2025 жылы сотқа түскен істер мен материалдардың 1/3 бөлігін, яғни 2.300.000-ның 825.000-ын робот қараған. Судьялардың жүктемесі айтарлықтай төмендеді және істі қарау мерзімі қысқарған. Сонымен қатар жасанды интеллект сот шешімдері жариялаған адамның жеке өмірін қорғау үшін аты жөні, ЖСН-ін, мекен жайын, телефон нөмірін, банктік шотын, көлік нөмірін жасыру, жоюға да араласады.
Айтпақшы, жасанды интеллекті сот қана емес, арыз берушілер де пайдаланады. Мысалы, былтыр алматылық Кенжебек Исмаилов жасанды интеллекті адвокат ретінде қолданып, полицияға қарсы сотта жеңіске жеткенін хабарлады. Оған жол ережесін бұзған үшін заңсыз айыппұл салынған. Полиция департаменті шағымын қабылдамаған соң, ол сотқа арызданады, ChatGPT арқылы заңдарды талдап, сотқа қажетті уәждер мен құжаттарды дайындаған. Сот полицияның айыппұлын заңсыз деп танып, талапты қанағаттандырды. Халықаралық зерттеулерге сүйенсек, заңгерге қарағанда жасанды интеллект жүйесінен алынған кеңесті артық көретін азаматтар да бар. Мұның сыры әлі толық ашылмаған, бұл саланы көбірек зерттеу керек дейді мамандар. Сотпен қатар сенім тұрады. Адамның сенімі сот үшін аса маңызды. Ал процеске жасанды интеллект араласқан соң, сот жүйесіне деген сенім жоғалады, немесе артады деп кесіп айтуға болмайды. Бірақ жасанды интеллект сот жүйесінде дамымаса, кері кетпейді. Дегенмен түпкілікті шешімді судьяның өзі қабылдай беретіні анық. Ал қарапайым істерді робот судья игереді. Адам тек қателік кеткенде, даулы сәтте ғана араласады дейді сарапшылар. Қалай болғанда да судьяның жұмысы жеңілдесе, азаматтар айлап күтпейді, сотқа тезірек жетеді. Менің айтайын дегенім осы. Алдыңыздан шыққан ақпаратты ойланып қабылдаңыз, алдануға асықпаңыз. Жүздескенше